established. Федерация арқылы үй тапсырмасын тексереміз, жақсы. Қазақ газетінің авторлары кімдер? Қазақ газетінің авторлары бұл Мұхтар Әуезов, Жан Жұмабаев және Мыржықып Дулатова. Бұл Мыржықып Дулатұлы, бұл күн және Алаш партия лидері. Өте тамаша, жақсы. Газет рәміздік бейне ретінде нені ұсынды? Газет рәміздік бейне ретінде киіз үйді ұсынды. Қазақ газетінің алғашқы саны қашан жарық көрді? Қазақ газетінің алғашқы саны 1913 жылы 2 ақпанда жарық көрді. Газетінің жалпы қанша нөмірі жарық көрген? Газетінің жалпы 235 нөмір. Қазақ газетінің алғашқы саны қай қалада жарық көрді? Қазақ газетінің алғашқы саны Орынборда жарық көрді. Орынборда, иә? Қазақ газетінің шығарды ұйымдастырушы редакторы кім? Қазақ газетінің шығарды ұйымдастырушы редакторы Ахмет Байтұрсынов. Ахмет Байтұрсынов. Алина Машхур, Жүсіп Көпеев. Жақсы ма? Жақсы, өте тамаша. Үй бағалау парағын беремін. Жақсы ма? Алина. Хадис. Бүгінгі сабақта сабақ бойы бағалайтын күнделіктер не? Күнделік бағалау парағы мынау алдарында бағалау критерийі жатады. Жақсы ма? Бағалау критерийі және дескриптор қай кезде өздерді біз үй тапсырмасын Додекаэдер әдісі арқылы тексерді. Қараңдар, кім барлықтарында үй тапсырмасын жақсы орындадыңдар, яғни 1 балл деген, мына жерге 1 балл деп белгілеп қойыңыздар, әдеттегідей. Сәл ғана Алина шатасты, иә, Машхур Жүсіп Көпеев. Қалғандар жалпы жақсы жауап бердіңіздер. Енді телефондарымызды аламыз. Қазір біз сіздермен жаңа тақырыпқа шығуымыз керекпіз, иә? Жаңа тақырыпқа шығу үшін, яғни теңгелеу. Қазақ газетінің авторлары Жүсіпбек Аймауытов, Ахмет Байтұрсынұлы, Мұхтар Әуезов, Жан Жұмабаев. Қазақ теледидарының алғашқы дикторлары әйелдер қауымы. Нелли Амарова мен Зульхия Кужмактова. Лизиза Аймашева кім? Танымал Виктор, фармацевт провизор. Жақсы. Бүгінгі сабақтың тақырыбына шықты. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Назипа Қожанова. Жазыңдар, ақпанның 11-і қазақтың қайраткері. Балалар, бүгінгі сабақтағы біздің оқу мақсатымыз ғылыми көпшілік және публицистикалық мәтінге сүйеніп, монолог немесе диалог құрап, сөз әдебімен сөйлеу этикеті формаларын орынды қолданып, тыңдаушыға әсер ету. Сонымен қатар, екінші мақсатымыз шылаулардағы сөйлемдегі қызметін білу және мәтін құрауда орынды қолдану. Бүгінгі сабақтың мақсатымызға біз жетуіміз керекпіз. Жақсы. Ең алдымен біз сіздермен әдеттегідей сөздік жұмысын бастаймыз. Бірінші сөзіміз қайраткер, жанашыр, зиялы. Зиялы дегеніміз балалар оқыған сауатты азамат немесе азаматша. Азамат гражданин, азаматша гражданка. Тәмамдау деген бұл бітіру, аяқтау деген сөзді білдіреді. Келесі теңдік дегеніміз барлық жағынан бірдей, яғни тең құқылық, тең болушылық. Келесі жанашыр дегеніміз қорғаушы, жақтаушы және қамқоршы. Келесі қайраткер деген сөзіміз қоғамдық қызметке, саясатқа белсене қатысушы адам.
Енді бүгінгі сабағымыздың тақырыбымызға болжам жасайық. Қалай ойлайсыздар, жаңа сөздермен Назипа Құлжановаға қандай қатысы бар? Қайраткер, яғни бұл зиялы, яғни оқыған сауатты адам екен, өйткені қазақтың тұңғыш журналисті деп, сосын тамамдау қалай ойлайсыздар? Әрине белгілі бір оқуды аяқтады, жақсы, теңдік, тең құқылық, яғни өмірде мүмкін тең болған жағын қалаған шығар. Жанашыр дегеніміз не ол? Яғни мүмкін өзінің еліне, өзінің жеріне қорғаушы болды, жақтаушы, ал және өте дұрыс айтасыздар, қайраткер, яғни не істеді ол? Назипа Құлжанова бізде қоғамдық қызметке, халыққа, саясатқа белсене қатысты, яғни халықтың қамын. Өте жақсы. Жақсы. Жанашыр, қайраткер, қоғамдық қызметке, саясатқа белсене қатысушы адам. Зиялы, оқыған, сауатты адам. Тәмамдау, бітіру, аяқтау, теңдік, толғаулық жағынан бірдей. Қазір тексерейік. Бейін. 1887 жылы 27 шілдеде Торғай қаласында дүниеге келген Назипа Құлжанова. Ал енді қазір топпен жұмыс жасаймыз. Қазір сендерге қандай тапсырма беріледі? Кезектерін диаграммаға толтырамыз. Құрметті оқушылар, мәтіндегі Енді осы мәтін бойынша сіздерге ментальді картаны толтырасыздар. Бірінші топтан бастайық. Енді балалар қараңдар, әдеттегідей бағдаршам арқылы бағалаймыз. Құлжанова ағартушы, этнограф, аудармашы, журналист және жазушы болды. Идеясы Назипа Құлжанованың өмірі туралы айтты. Мәтіннің тақырыбы қандай? Назипа Құлжанова мемлекет қайраткері. Қандай? Жазу, яғни барлығы түсінікті болды, жақсы екен. Алуандар, қолдарыңызды көтересіздер. Алған білімдерің бойынша жылдамдықты тексереміз, сосын кім бірінші, екінші орын алар екен. Тез жауап береміз, 5 секунд берілді. Ортасында жеңімпаз. Бұл қай кезеңдегі сурет? Қазақ қызының сыртқы келбеті қандай? Киім үлгісінен нені көруге болады? Уақыт кетті, жауап береміз. Төрт кімде? Сіздерде мына жерге шығыңыздар. Еңбекте қазақ газетінде агенттік журналдарды жауап қызмет атқарды деп сөйлеген. Ал балалар, ары қарай жалғастырамыз. Келесі біздің тапсырмамыз біртұтас тәрбие бағдарламасына негізделген. Мынау бізде ұлттық құндылықтар, нені көріп тұрмыз? Киіз үйге қазақ халқының бұрынғы баспанасы болған. Ал қазір айналдырасыздар, кімге қандай сұрақ түседі? Егер толық жауап берсеңдер 2 асық аласыңдар, егер қысқа ғана жауап берсеңдер, онда 1 асық аласыңдар. Жауап болмаса, онда асық алмайсыздар. Қазір анықтаймыз, кімде көп асық болады, кім көп асық жинайды, сол бізде көшбасшы атанады. Жақсы ма? Педагог. Назипа Құлжанова, Ахмет Байтұрсынұлы және Ибрай Алтынсарин үлгісіндегі тәжірибелі педагогтар.
Ал енді балалар, қорытынды шығара, кімде ең көп асық жинаған кім бізде көшбасшы? Жаңа нешеу? Төртеу. Катя? Үшеу. Екеу. Үшеу. Төртеу? Бесеу. Яғни бүгінгі көшбасшымыз бізде Хадис. Құттықтаймыз. Сонымен қазір алған білімімізді жинақтаймыз. Барлық компьютер отырасыздар, қалам алыңдар, күнде отырыңдар. Қанша балл жинадыңдар? Стикерге жазыңдар, есімдеріңді жазасыңдар. Қанша балл? алды болар, жалпы жолдар жайған қор, алды болар, мынау пайда мына сізден демек, қор елікті емес, алда болар. Бұл сендерге үй тапсырмасы бұл. Ұзақ жол деген сөзді, яғни екі жолда берілген, ұзақ жол деген тіркесті мағынасын ашасыздар. Жақсы ма? Үй тапсырмасы сол болады. Сияқ қал, анда үш нұсқа тұрады. Жақсы, барлығы түсіндім. Жақсы дейді Адлен, өте жақсы. Тамаша. Жақсы, сонымен бүгінгі алған бағаларыңыз өте жақсы. 9 бен 10 баға алдыңыздар. Сіздерге көптен көп рахмет. Жақсы, сабақ аяқталды. Орныңызға